Диаграммалар. Диаграмма және статистикалық мәліметтерді диаграммалар көмегімен кескіндеу. Диаграмма деген бұл жалпы бізге берілген мәліметтерді бір-бірімен салыстыру үшін арналған нәрсе. Диаграммалардың үш түрі болады. Бірінші түрі бұл дөңгелек диаграммалар. Бұл жерде дөңгелек беріледі, және ол дөңгелекте секторлармен әр бөлік қаншалып тұрғаны көрсетіледі. Екінші диаграмма бұл бағандық диаграмма. Бұл жерде әр баған бір мәліметті береді. Бұлардың бәрін қазір түсіндіремін сендерге. Және үшіншісі бұл сызықтық диаграмма. Бағандық диаграмма сияқты бұл жерде де әр сызық бір мәліметті көрсетеді. Мысалы бізде мынандай оқиға болсын. Мектебімізде бізде 360 адам оқитын болсын. Оның ішінде 5-ші сыныпта бізде 100 адам оқитын болсын. 6-ші сыныпта бізде 80 адам оқитын болсын. 7-ші сыныпта бізде 90 адам оқитын болсын. Және 8-ші сыныпта бізде 90 адам оқитын болсын. Енді бізден сұрап тұрғаны бойынша осыны диаграмма арқылы қалай көрсетеміз? Ол үшін біздер бірінші дөңгелек диаграмма салып көрейік. Дөңгелек саламыз. Сосын мына жерде бізде ортасындағы нүкте мынаның барлығы 360 градус. Сондықтан біздер осы жерден 4 сектор сала аламыз. Бірінші секторымыз бізде 100 градус болсын. 100 градус деген ол 90 градустан үлкен, сондықтан шамамен былай болады. Мына жерде 100 градуста, мына 5-ші сыныптар деп жазамыз. 5-ші сыныптар, Одан кейін 80 градус дейді. 80 оқушы. 6-ші сыныптағылар. Одан кейін 90 оқушы 7-ші сыныпта және 90 оқушы 8-ші сыныпта дейді. Мынау 7-ші сынып, мынау 8-ші сынып. Міне көріп тұрғандай біздер қай сыныпта көбірек оқитын, қай сыныпта азырақ оқитын мына диаграммадан бірден көре аламыз. Мынадан қарап отырсақ, ең үлкен сектор бізде мына 5-ші сыныптағылар. Өйткені онда 100 адам оқиды. 7 мен 8-де бірдей екенін көріп тұрып, мына жерден өйткені олар екеуінде де 90 адамнан оқиды. Ал 6-ші сыныпта ең адам аз оқиды екен, ол 80 оқушы оқиды екен, сондықтан біздің секторымыз одан кішкентай. Біз бұл жағдайда оқушылар саны бізде 360-қа тең болғандықтан оны оңай бөле салдық. Ал егер бізде оқушылар саны 360 емес, мысалы 180 болған болса, қалай істейтін едік? Ол жағдайда бізге мынандай болған болсын. 5-ші сыныпта бізде 100 адам емес, 50 адам болған болсын. 6-ші сыныпта 40 болсын. 7-ші сыныпта 45 және 8-ші сыныпта да 45 адамнан болсын. Бұлардың барлығының қосындысы 180 болады. Сондықтан ал бізде мына жердегі толық бұрышымыз ол 360. Сондықтан біздер бірінші бір оқушы мына жердегі сектордың неше градусына тең болатынын тауып аламыз. Ол үшін біздер 360-ты толық оқушылар санына бөлеміз. Сонда 180 шығады. Сонда бізде 2 шығады. Олай деген сөз, ол мына әр санды 2-ге көбейтіп, мынандай дөңгелек саламыз. Бірақ қайтадан оны салатын болсаңдар, дәл осындай дөңгелек шығады. Өйткені олардың пропорциялары бір-біріне қатысты пропорциялары тең болады. Енді дәл осы мәліметті бағанды диаграммамен салып көрейік. Бағанды диаграммамен салатын болсақ, бірінші былай координаталар жүйесін саламыз. Енді осы жерде біздер 5-ші сыныптардағы белгілейік. Мына жерде бізде 5-ші сыныптың бағаны болсын, олар бізде 100 оқушы дейді. Мына жерден шамамен былай болсын, біздер мына жерде 100 оқушы болсын. Енді 6-ші сыныпта бізде 80 оқушы дейді. Ол 100-ден төмен. Сондықтан мынау 6-ші сыныптар дейміз. Бұл жерде 80 оқушы. Одан кейін 7-ші сыныпта 90 оқушы оқиды екен. Ол мына жерден және 8-ші сыныпта да 90 оқушы оқиды екен. Былай жазайық екеуін. Және мына жер бізде 90 оқушы болады. 7 және 8-ші сыныптар. Міне бағанды диаграмма деген дәл мына мәліметті баған түрінде жазу. Берілген нәрсені біздер баған түрінде жаздық. Және сызықтық диаграмма деген дәл солай, бірақ баған түрінде емес, сызық түрінде саламыз. 90 саламыз, 100 саламыз, 80 саламыз, 90 саламыз және тағы 90 саламыз. Мына жерде 5, 6, 7, 8.
Енді бағандық диаграммен тағы не істеуге болады? Мысалы бізде айтса, бұл 5-ші сыныптағы 50 оқушылардың 30-ы ер бала және 20-сы қыз бала десе, олай болатын болса, біздер бұл бағанды тағы да екіге бөле аламыз, әр бағанды. Мына жерде астында 20 болады, бұл ер бала, қыз бала, және 30 мысалы ер бала болады. Міне осылай біздер әр бағанды бөле аламыз, әр баған бойынша бізде мәлімет берілген болса. Міне диаграмма деген жалпы алғанда берілген сандарды белгілі бір ретпен көрсету және бір-бірімен салыстыру.